Қыздар, бүгінгі видеода осындай әдемі шорт тігетін боламыз. Бұның етегін ұзын етіп шалбар жасасаңыздар да болады. Мына қараңыздар, белі осындай әдемі складка. Алдына замок салатын боламыз. Түйме, мынандай ілгектер қалтасымен және артқы жағы осындай резина етіп тігуді бүгінгі видеода үйренетін боламыз. Енді қараңыздар, бізде қазір үстіңгі жағынан мындай кофтаға матамыз дайын тұр, және астында шалбарға, енді шорты шалбарға осындай матаны дайындап қойдық. Енді мына жерде бізде лекаланы құрастырып қойдық. Лекаланы құрастырылу видео сабағы сіздерде төменде беріледі. Енді қараңыздар, мына жерде бізде артқы бөліктің лекаласы тұр, мына жерде алдыңғы бөліктің лекаласы тұр. И жоғарғы жақта қалай біз сборка жасаймыз, оның да орындары берілген. Алдына замок түсетін болады, қалтасы және белдігі. Жалпы лекаламыз осындай. Енді барлығының жиегін айналдыра қырқып алып матадан пішетін боламыз. Қыздар, біз қазір шортының полный несін лекалаларын осылай қырқып дайындап қойдық. Менде мата осы ұзындықта болып тұр. 1,50 алған болатынмын. Или 1,60 алдым ба, точно есімде жоқ. Бірақ жуып, ұзындығы біздің мынау шалбарға жетпей тұр. Обязательно, егер лен штапель болатын болса, міндетті түрде жуасыздар. Осыны артқы бөліктің бойына осылай қойып, осыған жететіндей етіп балағын қайырып қойдым. Қазір тура солай алдыңғы бөліктің де ұзындығы қай жерге дейін болу керек, қайырып қоям. Содан кейін матадан пішуге кірісеміз. Міне бізде шалбардың лекаласын осылайынан қойып қойдық. Мына жерде артқы бөлігі тұр, мына жақта алдыңғы бөлігі тұр, қайырып тігілетін жерлері. Қазір мына жақтан қалтаны пішетін боламыз. Менде тек қана астыңғы жағында қалтаға жетсе, үстіндегісіне пока жетпейін деп тұр. Қазір мынаны қайырып экономдап пішкен кезде жетеді ма, жетпейді ма көреміз. Егер жетпей жатса, мынандай астар жақтың ішкі жақ бетіне былай басқа матадан салып жасайтын боламыз. Мына жақтан қазір екі ортасына, артқы бөліктің ортасына тігіс түсетін етіп, екі белдікшені пішіп алайын деп тұрмын. Матамның қысқа болғандығына байланысты осылай пішкелі жатырмын. Мына жерде жаңағы матадан уже артқы бөлігін пішіп алдық. Міне 2 дана и белдігінің ортасынан андай тігіске қостық шетіне. И 2 дана тоже болды. Мына жерде астыңғы қалта, мұнда үстіңгі қалта тұр. Қазір мына лекаланы тура мына шетке осылай қойдық та пішіп алдық. Немесе мына жердегі сызыққа осылай 1 сантиметр тігіске қалдырып, сөйтіп артығын кесіп тастасаңыздар тоже болады. Бұл уже бізде алдыңғы бөлік. Мына жерде замокқа орын қалдырдық. Замок жасамаймын, резина жасаймын дейтін болсаңыздар, тоже бұны алып тастауға болады. Алып тастаған кезде мына жерді былай қайырып пішіп кете саласыздар. Вот. Енді тігу жұмыстарына кірісетін боламыз. Бұл да 2 дана қалта, негізгі қажеттінің барлығын пішіп алдық. Мына жерде алдындағы осылай қайырылатын орындары белгіленіп қойған. Сол қайырылатын орындарға осылайынан белгі қойып қоямыз. Мына аралық бізде сборкаға тігілетін жер. Мына аралық тігілетін жер, мына аралық тігілетін жер деп осылай 4 бұрышты болып сборкаға белгі қоямыз. Просто оны осылай қайырып кетуге болады. Немесе бір осындай 6-7 сантиметрге төменге қарай тігіп, былай бастырып тігіп, сосын ары қарай сборканы жіберуге тоже болады. Енді қазір осыны сборка жасайтын боламыз. Екінші жақ бетіне де тура осындай етіп сызып аламыз. Енді тігу жұмыстарына кірісеміз. Артқы бөлікте тура мынау ау бөлігін осылайынан мына жерде тігіп оверлок жасап аламыз. Одан кейін алдыңғы бөлікте де тура мына ортасына осылай қоямыз да 1 сантиметр мына жерге жоғары көтеріп, осыны былай айналдыра тоже тігіп аламыз. Мына жерді айналдыра 1 сантиметр жоғары көтеріп. Міне мына жерде біз қайырылатын жерлерін белгілеп қойдық. Мына жақ бетте ау тұр, осылай үтіктеп алдық. Мына жақ бетте де тура сондай ау тұр, ортасы, яғни тігілетін сол ортаны осылай белгілеп қойдық. И біздің қайырылатын орындарды да осылай белгілеп алдық. Ол бізде мына жерде лекалада көрсетіледі. Сол лекаладағы бойынша сызып аламыз. И мына тұрған жерді мынау ішіне сборкаға кетеді деген сөз. Осылай қайырамыз да инемен қыстырып аламыз. Енді келесісінде де дәл солай былай қайырамыз да инеменен қыстырып аламыз. Осы кезде қойып жатқан жеріміздің барлығы мына жақпен бірдей болып отыру қажет. Мына жер қандай болды? Мына жақта қайырған жерде тура сондай болу керек. Енді келесі мынаны былай тоже осылай қыстырып аламыз. Осы күйі қайырып, мына жаққа белдігін қосып тігіп кетуге болады. Бірақ біз осы жерге дейін қазір тігіс түсіруге жатырмыз. Енді мына жерде тіке қылып берілген сызық, бірақ біз оны осылай тіке күйінше бүйтіп қайырсақ, біздің мына жоғарғы жақ ботына жабысып қалады деймін, сондай форматта болады. Сол үшін кішкене бір 0,5 араларын ашатын боламыз. Енді оны қалай ашамыз? Мына жақта былай тіке тастаймыз да, лекаланың өзін, мынау жан сызығы, осы жерде біздің лекаламыз қалай тұр? Сол бағытта немножко ғана осылай қойып, ұзындық мына жерде қанша болды, соны мына жаққа қойып, инемен қыстырып шығамыз. Сосын үстінен бір үтіктеп, осы жерді бастырып тігіп шығатын боламыз. Міне қыздар, қараңыздар, біз мына жерге дейін тіктік осылай.
осылайынан тігіп алсаңыздар болады. Енді мына жерге замок түседі. Біз қазір енді қалтаны жасауымыз қажет. Қалтаны жасау үшін астыңғы қалтаны аламыз, мындай қиғаш болып тұрған, осы жерге қоямыз да, мына жерге оң жақ бетіне қойып 1 см арақашықтықта тігіп аламыз. Мына жақ бетінде дәл солай, сосын арғы бетіне аударып үтіктеп аламыз. Мына жерде қалтаны тігіп осылай үтіктеп алдық. Енді осы тұрған шетінде, осы тұрған бойында мына қалтаны былай әкеліп қоямыз. Мына жағын айналдыра тігіп аламыз. Тек қалтаның өзін. Мына жақтағы қалтаны да дәл солай жасаймыз. Мына жерде айналдыра тігіп аламыз. Міне мына жақта қалтамыз, астыңғы жағын тігіп қойдық, оверлок жасап қойдық. Енді мына араға қазір замок тігетін боламыз. Замоктан бірін артқы жақты қосып, полный айналдыра тігіп алайық. Мынау жоғарғы жағынан бастап, мынаны жанның астына дейін осылай бір тігіп аламыз. Мына жақ бетінде дәл солай оверлоктап, сосын сразу аяқтап кетеміз. Мынаны тігіп аламыз. Одан кейін ауын тігеміз. Тура мына жерден бастап, былай қарай және былай қарай тігіп аламыз. Болды. Біз жан-жағының барлығын қосып алдық. Енді мына жердегі ауын тігуіміз қажет. Ауын тігу үшін мына жерде тура біз тігіс бар ғой, сол тігістен 1 см-ге бері қарай жылжытамыз да, сөйтіп барып үтіктейміз. Қазір біз уже үтіктеп дайындап қойдық. Түсінікті? Мына жердегі тігіс нарадағы келген. Тура сонымен былай ұстап тұрып, бағана бегі қойып едік қой, мына бір жақ бетіне. Соның астыңғы жақ бетіндегі қалатын бөлігін тағы да 1 см-ге осылай жылжытып барып үтіктейміз. Все, енді түсінікті деп ойлаймын. Үстіңгі жағы осы күй тұра береді. Бірақ бұған мына астыңғы жақ бетіне дублерін жабыстырып аламыз. Тура мына аралық қалай тұр, соған дублерін жабыстырып алдық. Енді бірінші біздің замогымыз мына жерге просто өзін тіге салуға болады. Бұлай мынаның жоғарғы жағынан бастап, мына жерге тура осылай өзін тіге салуға болады. Ашқан кезде бірақ астында ештеңке болмайды. Астында бізде планка қалу үшін тура осы менен мынау біздің астында қайырып тұрған деталіміз бар ғой, соның ұзындығымен бірдей етіп мынандай немізді кесіп аламыз. Мына шетті өлшеп, кеңдігі, үлкендігі мына аралығы осындай 2 есе келеді. Ішіне дублерін жасадық. Бұлай ұзындығы осымен бірдей келеді. Даже ұзындығы ала беруге де болады. Енді замокты мына жерге былай тігетін кезде осыны астыңғы жағына қалдыра отырып тігіп кетеміз. Тура мынаның шетіне осылай қойып отырсаңыздар да болады. Былай қойып отырып тігіп кетуге тоже болады. Мынаның шетімен бірдей етіп, мына жерді осылай нараға үстінен былай закрепка береміз. Мынаның астына дейін 1 см өткенге дейін осы жерге дейін тігіп аламыз. Қазір енді осыны инемен қыстырып алайық бірінші. Осыны осылай тікпей тұрып, мына жердің өзін айналдыра оверлок жасап алсақ болады. Өйткені бізде мына жақтың барлығына оверлок жасалынып қойған. Сонда барлық жері аккуратны болып шығады. Мына жаққа оверлок салып алдық, астыңғы жағына да осылай айналдыра. Енді мына жерге шетін осылай тақап алып келіп, мына жерге инемен қыстыра береміз. Былай қыстыра берейін. Етіп тігіп өтеміз. Мына жерге де осылай қойып, бірдей ара қашықтықта қоя отырып тігеміз. Жабырайым ала берейінші. Міне осылай где-то 1 см өткенге дейін тігеміз. Мына жерде. Енді мына жерде, мына ашқан кезде осылай болады. Мынаны ашқан кезде ішкі жақ беті осылай аккуратны болып көрінеді. Енді біз мына жерді тігуіміз қажет. Ол үшін қазір мынаны тура осылай үтіктеп алып, 1 см ара қашықтықта осылай қойып аламыз да, мына жерге ине қыстырамыз. Мына жерге ине қыстырамыз. Бірақ бізге бұлай болып тігілудің қажеті жоқ. Тек қана мына жерде неге ғана тігуіміз қажет. Мынау замоктың өзіне ғана. Артқы бетіне де тоже мына неге тігуіміздің қажеті жоқ. Мына жерді ашып аламыз. Қазір бізде мынау ине үстіп қосылып тұр. Тура мына замокты ұстаймыз да, мынаны ұстаймыз да, өзін әдемі қыстырамыз. Мына жерде де қыстырған орынға тура осыны ұстаймыз да, өзін әдемі қыстырамыз. Астындағы ашқан кезде осылай ашық болып қалу қажет. Енді мынаны тура осы жерден бастап, мына жерге дейін аралықта тігеміз. Мынаны қалай тігеміз? Дәл осы кезде бізге кесіп алған алдыңғы деталіміз көмектеседі. Мынау замоктың қайырылған шетіне белгі қойып қоямыз.
Қазір біз гольфиктің алдына әдемі мынандай узор тур осы сызықпен бірдей қылып түсіру үшін мына жерде кәсіпке саламыз. Тур осы линия бойынша. Қазір гольфиктің алдына қойып, осымен бастап кететін боламыз. Мынаның тігісі осы жерге дейін келу қажет. Ал мынаның жоғарғы жағы осымен бірдей қылып сызсақ, бір тегіс аккуратно болып шығады. Енді мына жерге белгі қойып қоямыз. Біз қазір мынаны тіккен кезде осыдан осы жерге дейін ғана тігеміз, нараға дейін. И астыңғы жағын екі детальді бірге қоса отырып тігетін боламыз. Все, осыны осы жерден тігіп аламыз. Міне біз қазір мына жерде тіктік. Мынау бері қарай сызығымыз кішкене жылжыды. Тіккен кезде үтіктеп көреміз. Мына жерде тігу барысында мына замокқа осылай іліну қажет. Замокқа мына жеріміз кішкене біздің ілінбей тұр. Осындай болмасын да түгел ілінуі қажет. Тікпей жатып бір көріп алыңыздар. И біздің мына жер немножко сырғыды. Енді замокты жабамыз. Замокты жабамыз да тура мына закрепка берген жерге тағы да закрепка беріп, былай айналып мына жерге келіп тағы да закрепка береміз. Сонда асты полный қосылып әдемі болып тұрады. Міне қыздар, қараңыздар, мына жақ, мына жақтың замогы, мына жерге закрепка беріп жасадық. Енді ары қарай кетеміз. Біз белдікті дублерин жасап алдық. Ортасын қосып тіккеннен кейін, осылай ортасына үтіктеп алдық та, бір жақ бетіне оверлок салдық. Ол кейін ішкі жақ бетінде былай жасырын қалатын жері. Біз қазір ешқандай оверлок салынбаған жағын артқы бойдың ортасына тура келтірдік. Егер сіздерде тігіс болмайтын болса, ортасында, онда не жасайсыздар? Былай екіге бүктеп, ортасын анықтап алып, сөйтіп барып қоясыздар. Енді осыдан былайға қарай, мына жаққа қарай түгел инемен қыстырып шығамыз. Мына жерді қалтаны былай қайырып кетеміз. Қалтаның орнын. И ары қарай қай жерге дейін жетті мына шетіміз, сол жерге дейін осылай қыстырып аламыз. Мына жерді де қыстырып кетейік. Складка жасалынған орын. И мына артқы ортаны жан-жағын түгел осылай инемен қыстырып аламыз. Біз мынандай беліне барлық резиналарды тігетін орындарды осылай инемен қыстырып қойдық. Ендігі мәселе тура мынау шлица қоятын болсаңыздар, артқы бойдың тура ортасына қоямыз да. Біз осындай шлица тігіп дайындадық. Қалған кусок маталардан кесе салдық. И екі жетіне де закрепка бердік. Осылай тура артқы бойдың ортасына. Потом алдыңғы жақта мынау 3 складка тұр бізде, соның екіншіден кейін осы жерге қоямыз. Қатты қалың болып кетпейді сол кезде мына жер. Екінші жақ бетіне де тура осылай қоямыз. И сосын мынау тура бел тұр ғой, белден чуть жанына артқа қарай бір өткізіп осы жерге біреуін қоямыз. Арғы жақ бетіне де тура солай жасаймыз. Беліміздің артқы жағын ғана өлшеуіміз қажет. Мынандай резинада тартып тұрып, тек мынау жанына дейін қанша кетеді, соны есептейміз. Өйткені біздің қазір шалбарымыздың алдыңғы жағы складка болып келеді. Мына алдыңғы жағында мынандай складка болып келеді. Сондықтан тек артқы жағына ғана есептейміз. Енді алдыңғы жағы мынау тұр аяқталған жерді былай қайырамыз да, тура ортасынан мына жерді тігіс түсіреміз. И мынау тұрған тігісті ішке қарай қайырамыз, былай ішке қарай. Сосын мынаны былай түсіріп, мына жерге закрепка береміз. Мына жақта да тура солай. Тігісті жоғарғы жаққа қарай қайырамыз да, былай тура ортадағы сызықтан түсіріп, мына жерге закрепка беріп тігіп тастаймыз. Артығын кесіп тастаймыз. Енді резинаны қалай орналастырамыз? Қыздар, осы жерде резинаны салатын кезде артқы жағына дублерин жапсырмай қойыңдар. Потому что біз осы дублерин жасап резинаны тіктік, бірақ бәрі бірде қайтадан сөгіп тастап заново тіктік. Дәл осы артқы жақта жанындағы тігістен бастап осы жерге дублеринді кесіп тастайсыздар. И резинаны сол жерге қыстырамыз. Екінші жақ бетінде дәл тігіс бар ғой, жан тігісі, сол жердегі тігіске
осы резинамызды қыстырып қоямыз. Міндетті түрде ішіндегі дублеринін алып тастаңыздар, потому что дублеринін алмасаңыздар беліндегі резинасы жуан болып қалады екен. Сол себепті дублеринін алып тастап, біз қайтадан осылай етіп тіктік. Екі жағын тігісі туру арттағы дублеринді алып тастап, ортасындағы тігісін кесіп тастап, қайтадан заново жасадық. Міне біз алдын істеп болғаннан кейін мынаны ішкі жақ бетіне қайырып үтіктеп алдық. Үтіктеген кезде көлемі осындай болып тұрады. Мына шеті бізде өйстіп шығып тұрады, иә. Осыны ішке қарай қайырамыз да, осы жерде где-то осы мынау планка дейміз ба, не мынау? Гольфиге. Мына гольфиктің тұрған жеріне дейін осылай кішкене қайырамыз да. Қазір осының үстінен бастырып ары қарай тіке алып кете саламыз. Мына жақ бетінде дәл солай жасаймыз. Все. Енді мына жердегі тігістен тура осы тігістің ортасымен былай бастырып тігіп шығамыз. Міне қыздар, қараңыздар, осындай әдемі шортиымыз дайын болды. Алдында замогы, мына жерге түйме қададық. Түймелікті енді әркім өзінің машинасында әртүрлі болады, соған қарай қадай беруге болады. Мына жерге астындағы тұрған ілгегімізді жоғары қарай қайырып, үстіне осындай закрепка беріп тіктік. Қалтасы, жаңғы формасы және артқы жағы қалай тұрады. Артқы жағын полный тігіп болғаннан кейін резинаның үстінен тағы да ортасынан тартып тұрып бір тігіс жүргіздік. Сол кезде резинамыз осылай бір сегіз болып шығады. Каждый ілгекті ең соңынан іліп қойдық осылай. Соңғы артындағы нәтижесі, ал балағын 2 сантиметр ара қашықтықтан осындай хайберлок жасап қайырып тігіп тастадық. Сонымен шортиымыз дайын болды. Міне қараңыздар.